Бүгін инстазонда Роза Рымбаева Кремльде марапатталды. Джах Халиб өз әнін орындаушыға алғысын білдірді. Хиллари Дафф желіге қызының суретін жүктеді. Толығырақ дәл қазір көріңіздер. Әнші Роза Рымбаева Ресейде ұлттық айбын сыйлығының құрмет және даңқ номинациясымен марапатталды. Бұл жайында әншінің өзі желідегі парақшасында жазған. Жанкүйерлері Роза Рымбаеваны бір ауыздан құттықтап жатыр. Жеңісіңіз құтты болсын дейміз бізде. Джах Халиб өзінің әнін ресейлік телебағдарламада орындаған жігітке және оның жетекшісі Ани Лоракқа алғысын білдірді. Ал бағдарламадан үзіндіні инста парақшасына жүктеген. Алайда оқырмандарының бірі жігіттің талантына тәнті болса, бірі Джах Халибтің өзі айтса демірек естілер еді деп пікірлерін қалдырған. Хиллари Дафф осы жылы екінші сәбиін дүниеге алып келген. Актриса қызының суретін желіге жиі жүктейді. Бұл жолы жылайын деп тұрған кішкентайының суретімен бөлісіп, қалыпты жағдай деп жазыпты. Желі тұтынушылары періштедей пәк баланың тәттілігін талқылап жатыр. Бүгінге осы, келесі кездескенше.